Бала кезімізде көрген Толағай мультфильмі есіңізде ме? Ауылда құрғақшылық жайлаған соң Толағай тау көтеріп, ең соңында еліне, жеріне жаңбыр алып келеді. Осылайша оның көтеріп әкелген тау аңызға айналып, оған адамдар тіпті Толағайдың атын қояды. Ал жауған жаңбырды балалар Толағайдың жаңбыры деп атап кеткен. Бәріне сәлем. Шынымен де Шығыс Қазақстан облысында Толағай деген тау бар. Біз көрген мультфильмдегі, яғни аңыз бойынша Толағай көтерген тау осы тау деседі. Ал бүгінгі видеода осы Толағай тауының салмағын есептеп, біздің кейіпкеріміздің қанша тонна көтергенін және қаншалықты мықты екенін анықтайтын боламын. Қорықпаңыз, бұл тауды таразға салмаймын, тек бізге 1-2 формула керек. Тез есептеп тастайық. Жалпы Толағай тауының биіктігі 985 метр. Ені жайлы ақпарат таппадым, бірақ әдетте бұндай биік тауларда диаметрі, яғни етегінің арақашықтығы 5-10 км болады. Орташа 7 км деп алсақ, бұны 2-ге бөліп радиусын шығарамыз. Ол 3,5 км. Енді формулаға салып етегінің ауданын есептейік. Бұл жерде қиын ештеңесі жоқ. Тек осы формулаларға салып отырсақ, жуықтап таудың массасын шығарамыз. Етегінің ауданы бізде S тең πr квадрат, π бізде 3,14. Оны көбейтеміз жаңағы 3,5-ның квадратына. Сонда осындай сан шығады. Енді көлемін есептесек, мына формуланы аламыз. 3-1 көбейтілген аудан және биіктік. Бұл бізде 3-1 көбейтілген жаңағы аудан және басында айтқан 985 метр деген биіктік. Сонда осындай сан шығады. Ең соңғы массасын табу үшін бізге мынандай формула керек. Масса тең көлем көбейтілген тығыздық. Көлем жаңағы шыққан мына сан, осыны таудың тығыздығына көбейтеміз. Ал таудың тығыздығын физика кітабынан немесе интернеттен аламыз. 2700 кг метр куб. Формуланы аяқтайық. Көлемді 2700 кг метр куб тығыздыққа көбейтсек, тең мынандай сан. Бұл жуықтағанда 34 миллиард тонна. Сонда Толағай тауының массасы 34 миллиард тоннаны құрайды. Толағайдың күші осындай тоннаны көтеруге жетеді. Жай ғана көтеруге емес, көтеріп оны тасып, аулына дейін жеткізіп тастауға жетеді. Ал бәріміз мықты санап жүрген халық осылай жасай ала ма? Жалпы 34 миллиард тонна қаншалықты үлкен сан екенін анықтайық. Бұл дегеніміз 5,7 миллиардтай пілдердің саны. Немесе 22 миллиардтан аса жеңіл автомобильдер, 226 миллион кит, 185 миллион ұшақ, Париждегі Эйфель мұнарасынан 3,4 миллион, 5763 Египет пирамидалары. Ал енді келесі сұрақ. Егер Толағай сол жаңағы халықты лақтырса не болады? Әрине, шынайылау қарасақ, Толағайдай күш иесі халық лақтырған кезде жасыл мутанттың денесі оған шыдай алмайды. Организмдер жарылып кетеді, себебі қысым көп түседі. Бірақ бұл мультфильм және фильм болған соң физиканы алып тастасақ, Толағай халықты күнге дейін оп-оңай лақтырып жеткізе алады. Тіпті күннен де ары қарай асырып тастайды. Сонымен қазақ мультфильмдерінің ішінде Толағай ең мықты кейіпкер атағына лайық па? Әлбетте, егер күш жағынан алып қарасақ, оған тең келетін ешкім жоқ деп ойлаймын. Бірақ сонда да тағы іздестіріп көрем. Осымен видео соңына дейін жетті. Ұнаса арнаға жазылыңыздар. Қазақша контентті барынша қолдайық. Келесі кездескенше.